Ендігі кезекте біз осындай екі өлшемді массивтерді, матрицаларды құрастыруды үйренетін боламыз. Есептің берілгеніне сәйкес кейбір кезде матрицаны біз енгізілген жолдан алу керек болады, ал кейбір кезде өзіміз құрастырамыз. Еске салсақ, біз А тең былай көрсеткенде бұл пустой бір список болатын еді, массив. Және бұның ішіне біз бір нөлді салып, көбейту 5 десек, бұл қалай болатын еді? 5 нөлден тұратын бір массив құрастырып бермейтін бе, запуск басып көретін болсақ, міне 5 нөлден тұратын бір массив құрастырды. Енді осы тактиканы қолданып, былай белгілесекші. Яғни А деген бұл екі өлшемді массив, оның ішінде не бар? 5 нөлден тұратын бір список бар. Егер бұлай запуск басатын болсақ, міне қараңыздар, екі тік жақша тұр. Бұл екі өлшемді массив дегенді білдіреді, бірақ бұның ішінде жалпы екі өлшемді массив, бірақ ішінде бір-ақ жолы бар. Сондықтан біз бұны бірнеше жолдан тұру үшін, мына жерде сыртына көбейту 3 десек, вроде А уже 5 нөлі бар жолдардың үшеуінен құралған бір матрица болу керек еді ғой. Егер қарасақ, шынында да нәтиже сондай алып келеді. Мен мына жерде мынаны 4 қылып қысқартайын. Қараңыздар, 4 0, 4 0, 4 0. Және тік жақшалары бар. Бұл екі өлшемді массив, матрица болып тұр. Осы жолмен құрастыруға болады екен. Бірақ бұл жолдың бір кемшілігі бар, және бұл бізге ыңғайлы матрица, уникальный матрица шығаруға мүмкіндік бермейді. Кемшілігі неде? Мысалға, мен қазір А матрицасының ішіндегі нөлінші жолдағы үшінші элементті дейікші. 0, 1, 2, 3, үшінші элемент, және ол нөлінші жолда тұр. Мына элементті алмастырамын бір 10 деген санға. Енді осыдан кейін принта деп көретін болсам, менде 0, 0, 0, 10, одан кейін қалғандар сол күйі қалу керек еді. Запуск басып көретін болсақ, бірінші нөлдерден тұратын матрица шығады, одан кейін ауыстырғаннан кейінгі матрицамыз шықты. Егер мән беретін болсақ, мен мына нөлді ғана 10-ға ауыстырған едім. Бірақ бізде басқа жолдардағы дәл сол үшінші элементтерде 10-ға ауысып кеткен тұғын. Яғни бұл жол арқылы құрастырған кезде мен алдын түсіндірген ссылка деген нәрсе жұмыс істеп кетеді. Яғни мен тек қана А-ның нөліншісінде ауыстырғанымен ол барлығында ауысып кетті. Яғни мына жолмен екі өлшемді матрицаны құрастыру бізде дұрыс жол емес. Бұл бізде біз ойлағандай матрица шығармайды. Просто бір массивті құрастыруға мүмкіндік бергенімен мына жолы, мына көбейту матрица айналдырмайды, тек қана қайталанған жолдарды ғана шығаруға көмектеседі. Ал бізде әрбір жол әртүрлі болу керек кездер болады. Мысалға, мына жол 0, 0, 0, 10 болса, мыналар басқаша болу керек еді, ал бізде ылғи қайталанып отырады.